Опера бітті, уф деді. Бірақ бір таңғалатыным бар ғой, халық кетпейді екен. Кетпейді, орындарынан тұрып алып. Браво! 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 деп біз де тұрдық, браво деп айқайлап. Постоянно браво деп айқайлап жүргендей бар ғой. Шарт сағат шапалақ ұрды. Ана бейшілер ме, әншілер кетпейді, бүйтіп алып, поклон жасап, бүйтіп өзін походкалар осындай ма, походкалар осындай өтіп жүргенде жаңа. Бүйтіп келіп жаңа. Бірге сахна жабылды, уф әйтеуір, бітті-ау әйтеуір десек, халық шулап, ысқырып, браво! деп аналар қайтадан шықты бір кезде. Сөйтіп спектакль бітті, сосын ішімнен ойладым да, біздің халық деген күшті ғой деймін да, біз негізі. Біз браво деген сөзді қатты не қала бермейміз ғой. Біз какой браво, біз даже жүрегіміз сезеді-ау деймін бар ғой. Біз концерт бітейін деп атқан біліп отырамыз ғой. Ай, осы бітейін деп атқан сияқты, осы последний секілді деп бар ғой. Сердце чувствует бізде. Өйткені бар ғой, сахнада уже әртіс мына сөзді айтып атқанда уже құрметті көрермендер, міне осымен деп атқанда уже орындарынан жыбырлап бастап атады уже біз. Уже жыбырлап бастап атады да. Уже есік-есікке шығып атады. Адамдар қалталарындағы номероктарын беріп, гардеробқа очыққа тұра беріп, қазір қалып қоямыз. Тұрып қаламыз, қазір очықта бар, тез тұра бер деп уже. Есік-есіктен қашып атамыз ғой. Сен ең соңындағы финальный өлеңді айтып, поклон жасап, бүйтіп тұрғанда залда ешкім жоқ қой. Адам қалмайды ғой, бәрі гардеробта тұрады. Жоқ үшін мен как будто гардеробта киімдеріңізді біреу киіп кететін секілді бар. Бір машинаны эвакуатормен ГАИ алып кететін секілді. Үйлеріңізге уақытында кірмесе кіргізбей қоятын секілді қашамыз ғой. Сразу есік-есіктен ешкім қалмай қалады, расымен бір түрлі қалады екенсің. Ең соңғы финал өлең айттың, адам жоқ. Контролер қыздар жаңа ортада, орындықтардың ортасында мусор жинап жүреді уже. Олар браво, браво дейтіннің акасына өнер, сахнада өнер көрсеткен әртістің бір жыл, жарты жыл, бір ай дайындалған еңбегіне баға береді екен де. Браво, браво. Ана сол кезде барып сезінеді екен де. Концерті мынаған екен ғой, рахмет деп. Бізде поклон жасап ешкім жоқ. Сосын үйге барып ұйықтай алмайсың, өз концерт қалай болды екен? Не болды екен? Нағып кетіп қалды бәрі. Біреуден сұрайын десең бір түрлі еще.